сперма ағай береді дейді, жыныстық қатынасқа түспесе де. Кіші дәрет екіге бөлінетін үрпінің басында құрғақ нелер пайда болған кезде бедеулікке алып келуі мүмкін. Ұрық шығатын түтікшелер бар ғой, сол ұрық шығатын түтікшелерді жабыстырып бітеп тастауы мүмкін. Әр инфекцияның өзі инкубационный периоды бар. Қазіргі жағдайда инфекцияның көбісі жақсы емделеді. Сәлем достар, бұл Ер денсаулығы жобасы және оның авторы Шырақ Байназар. Бүгін бізде қонақта уролог-андролог Арман Мырза. Бүгін талқылайтын мәселе өте өзекті, маңызды, жыныстық жолмен берілетін аурулар. Патогенді инфекцияларды алатын болсақ, бұл жерде ол хламидия, трихомонада, гонорея, олар басқа инфекцияға қарағанда өте қауіпті болып саналады. Тек гонорея деген бар, прям бөлімді қаттырақ шығады. Менде бір жағдай болды, бір мысалға айтып кетейін, ол телефон арқылы консультация бердім. Ол сұрастыра келсе, шалғай ауылда тұрады екен, номерімді интернеттен қарап тауып алған екен. Сөйтіп звондайды, не жағдай болды, не мазалайды, қандай сұрақтармен звондап ойдады. Менде күнде малафия ағады дейді. Малафия деген ол ауылдық жерде сперма ағай береді дейді, жыныстық қатынасқа түспесе де. Ал тура сұрақ, наводящий сұрақтар дейді, соны қояр алдында жыныстық қатынас болды ма, кіммен болды, танисың ба ол білмейді. Жыныстық қатынас осынан бір апта бұрын болды, содан кейін басталды, малафия ағай береді дейді. Сөйтсе ол гонорея ғой, банальный инфекция, жыныстық жолмен берілетін инфекция болып саналады. Егер мысалдар ала беретін болса, мысалдар көп. Жыныстық серіктестік әрдайым ауысып тұратын болса, ол біріншілікті тексерілетін адамдар қатарына жатады. Ал егер адам жыныстық қатынасы пассивный, постоянно мүшеқап қолданып, жыныстық серіктестігі бір адам болатын болса, оған уже әрдайым тапсырудың қажеті жоқ оған. Көбінесе сол жыныстық серіктестікті ауыстыратын адамдар көбінесе солар ғана тапсыру керек. Немесе таңертең тұрған кезде, сұйықтық бөлінген кезде, немесе кіші дәрет екіге бөлінетін үрпінің басында құрғақ нелер пайда болған кезде, сол кезде тапсыру керек. Құрғақтық болса, иә? Выделение дейді ғой. Яғни қайдан адам біледі тапсыру керектігін? Ол егерде ашытып белгілі бір ауырса, жыныстық серіктестікке ауысып тұрса, случайно половая жизнь дейді ғой. Сондай болып қалған. Қорғанбаған жыныстық қатынастан кейін міндетті түрде тапсырғаны жөн. Міндетті түрде бірден емес, бір апта, 2 апта өткеннен кейін тапсыру керек. Өйткені әр инфекцияның өзі инкубационный периоды бар. Ол бірден жыныстық қатынасқа түскеннен кейін, ол бірден көрінбеуі де мүмкін. Ол 1 апта, 2 апта, кей инфекциялар 1 айдан кейін көрінуі мүмкін. Тексерілген кезде, егер анықталатын болса, оны анықтағаннан кейін уақытысында емдеу керек. Егер арғай емдеген кезде, қазіргі жағдайда инфекцияның көбісі жақсы емделеді. Егер дереу уақытысында адам дәрігерге қаралса, жақсы емделетін инфекциялар адамды қатты мазаламайды. Жаны ауырып, бір кіші дәретке шыға алмай қалмайтын, ондай жағдай болмайды. Сондықтан адамдар жүре береді. Жүре береді, скрытая половая инфекция дейді ғой. Кейін оны алып келетін қандай бедеулікке алып келуі мүмкін. Ұрық шығатын түтікшелер бар ғой, сол ұрық шығатын түтікшелерді жабыстырып бітеп тастауы мүмкін. Адам жыныстық қатынасы бәрі жақсы, бірақ бедеу болады. Тағы бір мәселе, осындай мәдениетті адамдар қалыпқа енгізу керек сияқты. Мысалы, жаңа жұппен жыныстық қатынасқа түсер алдында справка сұрау. Мысалы, мүшеқапсыз түсер алдында справка сұрайды, барлығына көз жеткізіп барып қана мүшеқапсыз жыныстық қатынасқа түсу деген сияқты. Ертең бір-бірін кінәламау үшін ғой. Анализі болсын, басқа анализ болсын, ол барып тапсырады, бұл келіп тапсырады, болды. Одан кейін спокойно өмір сүре берсін. Ал егер кейін ол білмейді, ол өмір бақи бірге бола ма, ол уақытша нәрсе ма. Ал кейін егер ауыстырғысы келсе, ауыстырғаннан кейін ол басқа нәрсемен дәл сондай болу керек. Сол мәселе жайында айтып өтейікші, жалпы адамдар жаңа жұбымен мүшеқапсыз жыныстық қатынасқа түсер алдында справканы қандай нәрселерге қатысты тапсыру керек және қай жерде тапсыра алады?
кез келген медициналық орталықта тапсыра алады. Әйел кісі гинекологта, ер кісі андролог, уролог дәрігерге барады, болды. Бұл жерде жаңағы мәселені айтады ғой, осындай сұрайды ғой, дәрігердің алдына келген кезде дәрігер сұрайды ғой, не үшін келдің деп. Осылай профосмотр. Осында поликлиникаларда да тапсыра алатын нәрсе ма? Әрине. Поликлиникада тапсыра, поликлиникада да гинеколог отырады, поликлиникада да уролог отырады. Оны тексеріледі. Және де, мысалы, спид, басқа нәрсе болса, ол арнайы орталықтарға бару керек па? Егер сомнительно деген не бар, егер сондай көрсеткіштер болатын болса, оны мамандырылған орталықтарға жібереміз. Ол жақтың дәрігерлер өздері қарап, уже бүкіл емін бәрін түсіндіріп айтады. Өйткені біз ол нелерді біз емдемейміз. Біз тек анықтаймыз, анықтағаннан кейін үй өзінің жаңағы айналысатын орталықтарға жібереміз. Мынандай сұрақ, мысалы, жыныстық жолмен берілетін аурулар бар ғой, мысалы, бассейн, монша деген сияқты жерлерде берілу қаупі бар ма? Берілу қаупі бар, бірақ өте төмен. Вообще жыныстық инфекция сыртқы ортаға олар жаман бейімделген. Олар даже сыртқа шыққаннан кейін олар бірден өздерінің активностерін жояды. Просто бұл жерде жаңағы баняға барған кезде, айтып отқан кезде жаңағы бассейн болсын. Просто бұл жерде жеке гигиенаны сақтау керек. Әр нәрсеге барып отыра салу ондай болмайды. Жоқ, су ол ортақ қой, және ол су өте сирек ауыстырылады. Мысалы, сол жерге жыныс инфекциясы бар адам түссе, ол басқа сол бассейнде шомылатын адамдарға қаупі төнуі мүмкін? Жоқ, бар қаупі, бірақ өте төмен. Себебі бассейнге түскен кезде, басқа кезде шыққаннан кейін шайыну керек, басқасы өз гигиеналық сақтану керек болды. Сізді мазалайтын кез келген сұрақты пікірге жазып, маманнан дұрыс әрі толыққанды жауап ала аласыз. Ер денсаулығы жобасы сіздер үшін пайдалы әрі маңызды екеніне сенеміз. Сіздерден кері байланыс күтеміз. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар және де пікір қалдырыңыздар.